Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз балалық шақты еске алып, өте дәмді коржик жасайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Ал олай болса бастайық. Ол үшін бізге ең алдымен жұмыртқа, шекер және жылы сүт қажет. Үшеуін жақсылап қолдың көмегімен араластырып аламыз. Кейін оның үстіне бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды қосамыз және оны да жақсылап араластырамыз. Майды бір тегіс қылып қатты езіп жіберудің де маңызы жоқ, ештеңе етпейді. Енді осының үстіне бірнеше бөліктерге бөле отырып ұнымызды қосамыз және бір чайный ложка ас сода қосамыз. Жұмсақ етіп қамыр илеп шығарамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қолға жабыспайтын қамыр дайын болып шығады. Енді осы қамырымызды уақыттарыңыз көп болса 15-20 минутқа тындырып қойыңыздар, немесе бірден пісіре берсеңіздер де болады қамырды жайып алып. Мен бірден пісірдім. Енді осы қамырымызды қатты жұқада қылмаймыз және қалың да болмау керек. Өсіп жұқа орташа көлемде жайып аласыздар. Қатты жұқа болып кетсе, коржиктарыңыз қытырлақ болып қалуы мүмкін. Үйіңізде коржиктің формасы болса, немесе осындай шағын формалармен болмай бара жатса, кесенің де домалақ формасымен осылай кесіп ала берсеңіздер болады. Коржиктарымызды домалақ етіп бөліп алып, енді осыны 180 градуста қызып тұрған пешімізге бетіне жұмыртқамызды жағып пісіріп аламыз, беті қызарғанша. Және достар, менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Коржиктарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.